Түйелер туралы қызықты деректер. Түйелер біздің планетаның құрғақ аймақтарында өмір сүріп, басқа жануарлардың көпшілігі 2 күннен аса уақыт шыдай алмайтын жерде тіршілік етуге бейім. Төзімділігінің арқасында түйелер ежелден-ақ көптеген халықтар арасында байлықтың өлшемі болып саналды, және осы уақытқа дейін олар құндылығын жоғалтқан жоқ. Ересек түйенің салмағы 700-800 килограммға дейін жетеді. Қалың түйе жүні күн сәулесін шағылыстырады, және бұл жануарларды аптап ыстықтан қорғайды. Түйелер өздерінің қырағылықтарының арқасында шөл далада күннің ыстығының өзінде 1 шақырымға дейінгі аралықтағы қозғалысты көре алады екен. Өркешінде сақталған майдың қорына байланысты түйе 1 айға дейін тамақ пен сусыз өмір сүре алады. Бұл жануарлар 50-60 шақырым жердегі су көзін сезіп, оазистерді табады. Түйе мұрнының ерекше құрылымына байланысты деммен шығарылған ылғал денеге қайта оралады. Түйелер жарысы біріккен араб әмірліктерінде өтеді. Оларға шабандоз ретінде роботтар отырғызылады. Шаңды дауыл кезінде түйелер танауын мықтап қысып, мұрынға құм түспейтіндей етіп жауып тастай алады. Түйе зәрінен өте жаман иіс шығады. Бұған қоса олар түкірген кезде жай сілекей емес, асқазан сұйықтығын түкіреді. Арабтар бірнеше ғасырлар бойы түйелерді соғыс жануары ретінде қолданған. Жылқылармен салыстырғанда түйелер қорқақ келеді және жүгіруге асығады. Бірақ шөл далада аттар тірі қалмайды, ал түйелер өте шыдамды болғандықтан тірі қалады. Түйенің жуан еріндері жарақат алудан қорықпай шөлді жерде өсетін тікенектерді жеуге мүмкіндік береді. Түйе 2 өркешті, 1 бүркешті болып бөлінеді. 1 өркешті түйені нар деп атайды. Бұл жануарлардың ертерек қолға үйретілгені соншалық олар жабайы табиғатта жоғалып кете жаздады. 2 өркешті түйелер қазір тек Қазақстанда, сондай-ақ Қытай мен Моңғол қорықтарында кездеседі. Тіпті тәжірибелі түйешінің өзі жатып қалған түйені тұрғыза алмайды екен. Себебі түйе жатып демалуды көздесе, оны оңайлықпен тұрғызу қиын болады. Түйелер сусыз ұзақ уақыт жүре алады, өйткені олардың қанындағы эритроциттер мен ерекше форманың арқасында түйе қаны организмде ылғал жетіспесе де сұйықтықты жоғалтпайды. Күндізгі уақытта түйенің дене қызуы 6-7 градусқа көтеріледі, сонда ол қатты сымайды және терлемейді. Түйе сүті сиыр сүтіне қарағанда әлдеқайда пайдалы. Сонымен қатар оның құрамында лактоза жоқ тыңғасы. Түйелерде 1 кірпіктің орнына 2 қатар кірпік болады. Кірпіктердің бұл тығыздығы көздердің құмнан сенімді қорғауға көмектеседі. Түйе суды басқа тіршілік иелеріне қарағанда тезірек ішеді. Бір уақытта 150-180 литрге дейін суды сіміре алады, ал кейінірек денесі өркештегі майлы тінге айналдырады. Түйе араб тілінде сұлулық деген мағынаны білдіреді. Африканың бірқатар елдерінде түйелер Үндістандағы сиыр сияқты қасиетті жануар болып саналады. Жазық және кең даванның ерекше құрылымына байланысты түйелер борпылдақ ыстық құмға жүру кезінде қиналмайды. Олар аяқтарын 2 түрлі бағытқа бұралады екен. Мысалы, жылқы алдыңғы аяқтарымен алға қарай тебеді, артқы аяқтарымен артқа ғана тебе алатын болса, ал түйеде олай емес. Өркештеріне қарамастан түйенің омыртқалары түзу болады. Салқын аймақтарда түйе жалы қыста қалыңдап, көктемде жіңішкеріп жұқарады. Жалпы қазір әлемде 20 миллионға жуық түйе бар. Бірақ белгілі себептерге байланысты олардың нақты санын дәл есептеу мүмкін емес. Бұл жануарлар әдетте су жоқ жерлерде өмір сүретіндеріне қарамастан керемет жүзе алады екен.